Сәлеметсіздер ме? Ой түрткі, ребусты шешіңіз. Ребусты шешу арқылы сабақтың тақырыбын болжайсыз. Ребустың жауабы медеу сәрсеке. Сабақтың тақырыбы медеу сәрсеке, 7-ші толқын, үзінді. Сабақтың мақсаты: орта көлемді прозалық шығармадан үзінді тыңдап, шығармадан кемінде бір мәселені анықтап, өз пікірін 2-3 сөйлеммен білдіреді. Шығарманың мазмұны мен идеясына сүйене отырып, автордың ойын бағалай алады. Жаңа сөздер. Оқушылар сабақтың жаңа сөздерімен танысады және сөздік дәптеріне жазып алады. Мәтіналды жұмыс. Бірінші тапсырма. Сұрақтарға жауап беріңіз. Таңғажайып оқиға дегенді қалай түсінесіз? Сіздің өміріңізде таңғажайып оқиға болды ма? Сыныптарыңызда өнерпаз оқушы бар ма? Оқушылар сұрақтарға толық әрі нақты жауап береді. Артық болмас білгенің. Оқушылар медеу сәрсекенің 7-ші толқын әңгімесі туралы қысқаша ақпаратпен танысады. Мәтінмен жұмыс. 2-ші тапсырма. Мәтінді тыңдап, сұрақтарға жауап беріңіз. Оқушылар 7-ші толқын шығармасынан үзінді тыңдайды және мәтін мазмұны бойынша сұрақтарға жауап береді. Сұрақтарға назар аударайық. Әңгіме нешінші жақтан айтылған? Әңгіме кімнің атынан берілген? Ол кімнің әңгімесі туралы айтты? Хорват шал кім туралы айтты? Вацлав Мирзе қандай оқиғаның куәсі болған? Қазақ жауынгері Шыңғыс хорват солдаттарын қалай құтқарып қалған? Оқушылар сұрақтарға толық әрі нақты жауап береді. 3-ші тапсырма. Мәселені анықтау және пікір білдіру. Мәтіннен кемінде бір мәселені анықтаңыз, мәселенің түрін көрсетіп, 2-3 сөйлеммен өз пікіріңізді білдіріңіз. Оқушылар мәтіннен кемінде бір мәселені анықтайды, мәселенің түрін дұрыс көрсетеді, өз пікірін 2-3 сөйлеммен толық жеткізеді және өз жауаптарын ықтимал жауаппен салыстырады. 4-ші тапсырма. Автордың ойын бағалаңыз. Нұсқау. Мәтіннің мазмұны мен идеясын ескере отырып, автордың ойын бағалаңыз. 2-3 сөйлеммен жазыңыз. Сұрақтар. Автор Шыңғыстың ерлігін не үшін ерекше атап көрсеткен? Мәтін арқылы автор оқырманға қандай идея жеткізгісі келеді? Оқушылар автордың идеясын дұрыс анықтайды, автордың ойын бағалап негіздейді. Өз жауаптарын ықтимал жауаппен салыстырады. 5-ші тапсырма. Шыңғыстың ерлігін дәлелдейтін кемінде бір әрекетті көрсетіп, неге оны ерлік деп санайтыныңызды қысқаша түсіндіріңіз. Оқушылар Шыңғыстың ерлігін дәлелдейтін нақты әрекетті көрсетеді, әрекеттің неліктен ерлік екенін түсіндіреді және өз жауаптарын ықтимал жауаппен салыстырып көреді. Мәтін соңы жұмыс. 6-ші тапсырма. Блум түймедағы әдісі. Білу деңгейі. Шыңғыстың үңгірден шығудағы шешуші әрекеті қандай болды? Түсіну деңгейі. Автор неге Шыңғыстың ерлігін жұмбақ күйінде қалдырған? Қолдану деңгейі. Егер сен сол жағдайда болсаң, қандай шешім қабылдар едің? Талдау деңгейі. Шыңғыстың әрекеті батырлық па, әлде тәуекел ме? Неліктен? Жинақтау деңгейі. Шыңғыс тірі қалған жағдайда, оның тағдыры қалай өрбуі мүмкін еді?
бағалау деңгейі. Шыңғыстың ерлігі не үшін маңызды? Оқушылар сұраққа толық, нақты жауап береді. Рефлексия, чек парақ әдісі. Сабақ соңындағы өзін-өзі бағалауы. Мәтіннен кемінде бір мәселені анықтай алдым. Мәселенің түрін дұрыс ажыраттым. Таңдаған мәселені мәтін мазмұнымен дәлелдей алдым. Автордың негізгі ойын дұрыс анықтадым. Автордың идеясын өз бағаммен түсіндірдім. Мен үшін ең қиын болғаны маған көмектескені. Оқушылар өздеріне таратылған чек парақты толтырады. Сабақ аяқталды. Сау болыңыздар.